Қызғаныш сезім ол адамның ол сезімге өзінің көз қарасына байланысты. Егер қызғаныш сезімді сезінген кезде сіз қандай боласыз? Мысалға кемістікті сезінсеңіз, ол онда сізді қызғаныш сезім сіздің бағаңызды, самооценкаңызды түсіруі мүмкін. Мысалға қай уақытта не нәрсеге кімді қалай қызғанасыз? Мысалға айтамыз, бір адамның жетістігі, иә, там байлығы бар, үйі бар, машинасы бар деп айтсақ, иә. И сонда соны көріп, оның жаңа үйін, машинасын, байлығын қызғанып, жаңағыдай көре алмаушылық болса, онда ол қызғаныш сезім өзін салыстырумен әкеліп тұрып, сол жерде ол өзін кішірейтеді, яғни унижать етеді, өзін кемсітеді, төмендетеді, самооценкасы түсіп кетеді. Оның екінші жағымен де қарауға болады. Мысалға жаңа жақсы жағдайын қызғандың ба, демек сұрақты қайтадан өзімізге қойып та, менде не болып жатыр, мен нені қалаймын да. Демек, сенде сондай жақсы нәрсенің болғанын сен өзіңде қалайсың. Сол сенің өзіңнің қалауың басқа адамда жүзеге асқандықтан сенде қызғаныш сезім болып жатыр. Енді сұрақты өзіңе, менде осындай нәрсе болу үшін мен не істей аламын? Көрдіңіз бе, фокусты басқа адамнан өзімізге бұрамыз. Менің қолымнан не келеді? Сол кезде сенде керісінше іс әрекет жасауға мотивация болады. Ал егер де сізді фокустың бәрі сол адамда қалып қойса, онда сіз өзіңізді кемсіту сезіміне түсесіз де, ары қарай өзіңіздің бағаңызды өзіңіз түсіріп, сол жерде өзіңізді түкке тұрғысыз, қолынан еш нәрсе келмейтін адамға айналасыз.